Hello, dear pupils. Оқушылар, бүгін біз 7-ші сыныпқа арналған 2-ші тоқсанның 1-ші ПЖБ-сын талдайтын боламыз. Яғни 3-ші бөлім Holidays and Travel. Мерекелер, демалыстар және саяхат. БЖБ барлығы 2 тапсырмадан тұрады: listening, тыңдалым, және speaking, айтылым. Бірінші listening. Listen to the conversation and the answer. Тыңдап, әуелі сұрақтарға жауап беруіміз керек. 3 сұрақ. Және келесі ABCD таңда деп тұр. Бірінші, what this talk is about. Яғни бұл не туралы әңгіме? How many people in a talk? Бұл әңгімеде неше адам бар? What preferences does a call request? Яғни сол звондаған адам нелерді сұрады, яғни бізде ссылкасы берілген, сонымен кіріп болайық listeningді. Travel agent and a caller. Яғни бұл саяхатты ұйымдастыратын агентке бір адам звондап тұр. Енді қысқаша аударып өтсек, бірінші, how may I help you? Яғни мен қалай көмектессем болады? Flight, яғни ұшаққа. 23rd of this month, осы айдың 23-іне бола ма? Заказ беруге. Қай жерге барасыз? Helsinki, Финландтағы. Көрейін дейді, яғни. Және қашан қайтасыз? 29-ына қайтамын дейді. Және cheapest, ең арзаны болса билеттің. Көрейін деп жатыр. Дейді. Most double the price. Яғни баға екеше. Егер сіз яғни келесі күні шығып кетсеңіз арғы күні. Ой дейді. Арзанырақ. Қанша болады сонда дейді. $980. Жарайды, сонымен барайын дейді. Жалпы 1700. Salt көлі, немесе Salt Lake City, қала, Нью-Йоркке дейін, Кеннеди аэропортынан шығады. Яғни 90 шақырым болу керек көшті. Кеннедиден Хелсинкиге дейін. Және де уақытын сұрап жатыр. 10-да шығып кетесіз, Нью-Йоркке 4:30-да, содан кейін келесі ұшақ Хелсинкиден 5:55-те, яғни бұл PM болса кешкі, AM болса азанға 8:30-да қайтып келеді. Жақсы дейді. Және мен вегетариан тамағын аламын дейді. Жарайды, проблема жоқ. Және де атыңызды айтасыз ба дейді. Енді бізге қандай сұрақ болды? Соған оралсақ. The first, what this talk is about? Яғни бұл не туралы дейді. Енді дәл осы сұраққа жауап беретін болсақ, this talk is about. Егер заказ болса, деген болады, яғни book деген кітап деген сөздің екінші мағынасы ол заказ. Booking a flight, яғни ұшаққа заказ беру. Немесе ұшақты about a flight десеңіз де болады. How many people in a talk? Қанша адам десе, біз зыраны бергеніміз дұрыс. Өзі екі қатам. There are 2 people in talk. Ұзақ жазсақ. Олар деп ашып жазсаңыздар болады. They are travel agents and the caller. Caller яғни звондаушы. What preferences does the caller request? Яғни қандай бір артықшылығын айтты, ол вегетариан тамағын аламын дейді. Енді ол кеше екен білмейміз нақты, тыңдау арқылы ғана білеміз.
will take яғни алады. Vegetarian meal яғни тамақ. Міне, 3 сұраққа жауап дайын болды. Келесі ABCD тестті қарайық. What date is your flight reservation going to be? Міне, қашан болады? 23rd, 23-не. What is the man's destination? Қай жаққа баратыр? Helsinki, Finland. What is the man's departure date? 22nd. Алай, 22-сіне бару керек. What is the flight number for the second half of his journey? Яғни бұл орын екен, бұл жерде. Нешінші орын дейді. How long is the man's layover between flights? Less than 2 hours. 2 сағаттан аз. What request did the man make regarding his flight? He wanted an aisle seat. Яғни қандай орын? Және арзандау орынды қалады, иә? Енді егер бұны бұлай үлгермей қалсаңыздар, бұл жақта бірдей жауабы бар. Мінекей. Және 3 сұраққа өзіміз жауап береміз. Және жаңа қалған ABC'ді мына қолданысыңыздар болады. Бірінші С, екінші V, үшінші V, төртінші B және бесінші A. Ал қалғанын өзіміз жазатындар олар. Екінші. Writing. Жазылым екен екінші. Write a postcard to a friend. Яғни біз мынандай открытка досымызға жазамыз. Яғни жазып отқан кезде мына сұрақтарға жауап берсеңіз болады, немесе дәл міне үлгісі көрсетіліп тұр, солай жазсақ. Who you will write to? Кімге жазасыз? Where are you? Қайдасыз? Are you having a good time? Уақыт жақсы өткізіп жатырсыз ба? Where are you staying? Яғни қай жерге тоқтайсыз? Қонақ үйге. What is the place like? Like бұл жерде ұнату емес, қандай деген мағынаны білдіріп кетеді. Яғни ол жер қандай екен? What are the people like? Адамдар қандай? What did you do yesterday? Кеше не істедің? What are you doing tomorrow? Ертең не істейін деп жатырсың? Яғни бір жерге саяхатқа барып, сосын досыңа сол туралы айтып жатырмыз, иә? Енді беріліп тұрған үлгіні аударайық. Hi Eric. Сәлем Эрик, яғни кімге екені жазылады, иә? We are having a great holiday here in Scotland. Біз Шотландияда жақсы демалыс өткізіп жатырмыз. We are staying in a hotel in the center of Edinburgh. Яғни біз сол Эдинбургтың орталығындағы қонақ үйде тоқтаймыз. It's got a swimming pool, but it's too cold to swim. Мұнда бассейн бар, бірақ ол шомылуға өте суық. There are lots of things to do. Мұнда жасауға болатын көп заттар бар, иә? Бұны дәл осылай алсаңыз да болады осы сөйлемді. The people are very friendly, but sometimes I can't understand them. Бізге адамдар сипаттау керек. Адамдар өте дос шырайлы, бірақ мен кейде оларды түсінбей қаламын. Last week we went to Loch Ness, but we didn't see the monster unfortunately. Өткен жолы біз, яғни өткен аптада Лок-Несске бардық, бірақ біз ешқандай монстрды көрмедік өкінішке орай. Мұнда Шотландияда, яғни Лок-Несс деген бар, ол жерде монстр бар деген олардың өздерінің аңыздары. Scotland is very beautiful, but the weather is awful. Шотландия өте әдемі, бірақ ауа райы жаман, өте жаман, ужасный деген сияқты. It's very cold and windy and it rains every day. Бұл жақта суық, жел және үнемі жаңбыр жауып тұрады екен. Are you having a good holiday at the beach? Ал сен жағажайда жақсы демалыс өткізіп жатсың ба? See you soon. Көріскенше, Jenny өзіңнің атын жазып атқан. Мен мына жаққа кімге жазып атсың?
көшесі, яғни қай жерге, нақты, және мына жерде Lake Avenue, жер, оның ішінде қала, және бар нақты, яғни немесе бұл код сияқты, иә. Міне осылай осы сұрақтарға жауап беру арқылы мына жаққа өздеріңіз жазасыздар. Мынадан шамалы көшіріп өзгертуге болады, иә, қай жаққа барған, қандай сын есімдерді өзгертіп деген сияқты. Мінекей осылай. Сұрақтарың болса комментарийда жауап беремін. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Hey, goodbye and good luck. Сәттілік тілеймін сіздерге, оқушылар.